Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Лордбек арнасы. Бүгін біз Free Fire ойынын жалғасатын боламыз. Және достар, сіздерге айтатын Free Fire'дан топ 5 демей қойын енді достар. Енді короче, Free Fire туралы жаман жақтарын айтатын боламын достар. Free Fire'ның жаман жақтарын айтатын боламын. Free Fire ойынын білмеймін енді мынандай жаман жақтар болып тұрғаннан соң білмедім енді. Осындай жаман жақтар бар деп ойлағанда жоқпын мен негізі. Талай любой жерден кейбір суреттер көресіңдер, кейбір дәджал деймін сондайдың көздерін көресіңдер достар. Ондай көп болып кетті Free Fire ойынында. Және біз сол туралы бүгін мәселе қозғайтын боламыз достар. Және біз бұл жайға Free Fire ойыны болмайды, және Free Fire туралы мәселе болатын болады достар. Ал ендеше достар, 100 лайктан астам лайктар жинапсаң да сіздерге сенемін. Және мен каналымда активности түсіп кетті. Ойлаңыздар, менде 1000 подписчиктер бар. Бірақ әрбір видеом 200 жақ просмотр жинады. 200 жақ. Бұл неге? Сондықтан көп просмотр жинауға тырысайық достар. Бұл өте маңызды видео достар. Ал достар, онша лайк жазып, ана аттар келіп комментарий жазып отырсаңыздар, кереметтей комментарий жазып отырсаңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Ал достар, бүгін біз видеоның басында мінекей мынандай наборды отқа қоямын деп ойлап тұрсыңдар ма? Жаңа айтамын, қалдың достар. Бұл біздің әрине видеомыз Free Fire туралы жаман жақтары. Мінекей достар, негізі мұсылмандық заңында мынандай суреттерді салуға қатаң тыйым салынған достар. Әркім, мысалға қазіргі заманда татуировка дейді ғой, сондайлар көптеп кетті достар. Әркім әр денесінде өздеріне сурет салып алды, мыналарға ұқсағысы келетін мынандай суреттерді салып алды. Бірақ бұндай мұсылман заңында салуға болмайды достар. Мінекей Free Fire'дың бір жаман жағы осы, мінекей осындай суреттер көп шығады. Қай жерден көрсеңіздер, қыздарда да сондайлар шығады. Любой нәрселерден көруге болады достар. Иә достар, бұндайды негізі салуға болмайды. Негізі Free Fire'ды көбінесе балалар ойнайды. Балалар ойнаған кезде бұндайды нәрселерді көруге болмайды негізі достар. Кейін мысалы қайдан білесіздер, бұны ойнап отырған бала кейін мынаны көреді, кейін өзінің денесіне сондай сурет салып алуы мүмкін. Мысалы мынандай мінекей қараңыздар, көрсетейін сіздерге. Инкубаторды алсақ, мысалға алған кезде инкубаторды алайық. Мінекей инкубаторда денесіне сурет салып алған достар. Кейбір балалар ойлауы мүмкін, мінекей осындай денемізге сурет салсақ, тура осындай сурет салсақ, денеміз осылай жанып тұруы мүмкін дейді. Ал бірақ олар қателеседі, денесіне сурет салып, мұсылман заңына қарсы келеді достар. Иә достар, бұл біздің бірінші Free Fire туралы жамандығымыз. Енді мен білмеймін неше жамандық айтатындар, сонда да көріп жатармыз. Ал біз екінші Free Fire'ның жаман жағын айтатын боламыз достар. Ал достар, біздің екінші жаман жаналымыз мінекей достар, мынандай немене көріп тұрсыздар ма? Мына набордан ештеңе де байқамайды. Просто бұны мына шеке жағына қарасаңыздар, дәджалдың көзі тұратын болады достар. Иә достар, бұндай көз негізі вообще мұсылман заңында бұндай көз болуға болмайды негізі. Бірақ мына Free Fire ойынында осындай көздер көп кетті тіпті. Бұны любой жерден көресіздер. Иә достар, бұны любой жерден көруге болады. Достар, ренжімен ерінді кішкене қателесіп отырмын, енді көп болды мен видео түсіргенмен. Иә достар, бұны кез келген жерден көруіңізге болады. Осы дәджалдың белгісін достар. Бұл қандай белгі? Мынандай дәджалдың белгісі дегеніміз ол қысқаша түсінік айтып кетейін достар. Дәджал ол ақыретте шығатын мақұлық дейді ма, сондай бір нәрселер достар. Иә достар, мінекей қарасаңыздар, көзінде, мінекей шекесінде көз тұр. Шекесінде көз тұр. Ал бұл дәджалдың белгісі достар. Бұл өте жамандықтың белгісі достар. Осындай көбейіп барады қазір. Любой жерін көрсеңіздер болады. Және зомби самурай деген білесіздер ме? Сонда шекесінде сондай орналасқан достар. Иә достар, бұл біздің Free Fire'ға деген екінші жаман жаңалығымыз. Көрсеткен кезде және осындай суреттер және осындай көздер болады. Ал достар, сізге лайкты басып отырыңыздар видеоны алғысы. Ал біз үшінші Free Fire'ға жамандаймыз. Жаман жағын айтатын боламыз достар. Ал достар, біздің келесі Free Fire жамандығымыз мынадан ештеңе байқамайсыздар. Просто мынау ар-ұят достар, мынандай кішкентай балаға мынандай ойынды ойнауға негізі вообще болмайды достар. Бұны қалай ойнайды мынандай нәрселер көріп отырып, жаман, мынау жаманға кішкене енді ар-ұяты бар, нормальный мынау киімдер шығарса бір сәл енді қарайын, кеуделерін ашып қойған, қазақша айтқан кезде
Енді өздеріңіз түсініпсіздер, мынандай нәрселерден көп шығаруға болмайды енді Free Fire. Бұл енді жаман. Короче, мұсылман заңына қарсы енді мұсылмандар ашық-шашық жүруге болмайды. Бірақ Free Fire бастығы таза мұсылман емес деп ойлаймын достар. Мінекей қарасаңыз, қандай ашық-шашық киімдер, бүкіл ашық-шашық мінекей достар. Өздеріңізді көріп отырсыздар, барлығын өздеріңізді біліп отырсыздар. Және де мінекей осындай ашық-шашық киімдер көп арена ойынында. Бұндайды және де кішкентай балаларға вообще көруге болмайды енді. Менің ойымша солай болмайды. Ал мен енді ойнама деп айтпаймын, өздеріңіз білесіздер. Барлығында өз қолдарыңызда. Ал біз келесі Free Fire'ның жаман жағын көрсететін боламыз. Ал енді достар, мен сіздерге айтатын ең соңғы менің көзім шалып қалған ешқандай ютуберлер мысалға, бұны кез келген YouTube каналдан қараңыздар. Бұны таппайсыздар. Бұндай нәрсені таппайсыздар достар. Мұнаны мен ең бірінші көрген ютубер мен болармын достар. Және мен бұны қалай байқадым? Бұны қалай мен байқадым деп ойлайсыздар. Және мен бауырым екеуміз ойнап жатқанбыз, YouTube ақырында бір зат тұр екен, соны алға атқан кезде ана белгіні көрдім. Бір белгі тұрады достар, ол қандай белгі? Оның ендігі білмеймін енді. Бір білістің белгісі ма, бір түрлі белгі айту, мүйіздері шыққан, ақырған бір нәрсенің белгісі достар. Енді мен не екені білмедім достар. Нақты қаз суреттен қараңыздар, байқаңыздар. Енді білмеймін енді бұны қандай неме екенін енді ауызбен айтып жете алмайын достар. Бірақ маған қатты ұнаған жоқ. Қатты ұнаған жоқ достар. Шынымды айтсам, қатты ұнаған жоқ, маған вообще ұнаған жоқ. Ана суретті көргеннен соң білмеймін енді бір түрлі болып қалдым. Кәдімгідей өзі мүйіздері шыққан, бір түрлі болып, кәдімгі ақырған сияқты болып тұрды достар. Қазір біз оны ойын барысында тауып алсақ сіздерге көрсететін боламыз достар. Ал сіздер лайктан жаза еңбегімді бағалап арнап тіркеп отырсыздар. Және қазір оны көретін боласыздар. 1, 2, 3 ал көресіздер. Достар, мінекей мен сіздерге айтқандай, мына жерден қандай белгі көріпсіздер достар. Мінекей мына жақта қарасаңыздар, не көріпсіздер? Әрине ештеңке. Достар, оны көргілеріңіз қатты келіп барса, дәл қазір лайк басыңыздар, және анағы тіркеліңіздер достар. Сол кезде мен сіздерге оны көрсететін боламын достар. Қатты осы жердің бір жерінде достар, қатты көргілеріңіз келіп барса, кәнекей лайктаныз басыңыздар, тез басыңыздар. Сол кезде мен сіздерге көрсететін боламын. Ал достар, 3-ке дейін sayayım, давайте лайктарымды басып алыңдар. 1, 2, 3. Ал сен жарайсың достым, сен керемет баласың достар. Ал лайк басқан жан көре берсін, лайк баспаған бассын. Достар, мінекей белгіні көріпсіздер ма? Қандай белгі көріпсіздер? Әрине, мына белгіні қараңыздар. Анық көрінбейді достар, мен скриншот жасап алғаным, енді мінекей достар қарасаңыздар, екі мүйізі тұр. Екі мүйізі тұр, көзі тұр. Қазір достар кішкене тұратыныздар, 1-ақ минут тұратыныздар, қазір 1-ақ минут бір нәрсе істеп алайын. Ал достар, сіздерге көрініп тұр деген ойдан мінекей 2 минут тұр, ауыз ашылған, көзі жыртылған, мынау неме деген? Мынау қандай сурет достар? Достар, бұны мен енді білмеймін, не екенін ендігі нақты білмеймін достар. Әйтеуір бұны мен кетіп баратып, бір затты алғалы тұрғанмын, мінекей мына жерде затты алғалы тұрғанмын. Қандай зат алғалы тұрғанын білмеймін. MP40-ты алғалы тұрмын ба? Жоқ. Катана қойдым, катана алғалы тұрған кезде осы суретті байқаған, көзім шалып қалды. Достар, мінекей осы суретті көргеннен кейін мен енді білмей шок болып отырмын мінекей достар. Анық көрініп тұр ғой мінекей. Ой достар, ренжімеңдер. Мінекей достар, анық көрініп тұр ғой достар. Достар, ендігі мен айтқым келген осы достар, көрдіңдер деп ойлаймын. Ал біз енді осы алып біз келесісіне кеттік. Міне қарасаңыздар қандай жынданып тұр, бір нәрсе айғайлап тұр. Ал достар, бүгінгі видео сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Достар, менің еңбегімді бағалаңдар, және мен бүкіл жерді Free Fire'ның бүкіл жерін қарап жүретін боламын достар. Тағы да осындай белгілер көріп қалсам сіздерге айтатын боламын достар. Сол үшін менің арнама тіркеліңіздер, колокольчикті басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ең кереметтей комментарийға келесі видеода сұратын болады достар. Достар, сол үшін бүкіліміз қалмаймыз, комментарий жазамыз, және де ең топовый комментарий сіздерге болуы мүмкін достар. Сосын
лайкпен арнаны тіркеп отырсаңыздар достар, менің арнамда активность құрып кеттім. Мысалы қараңыздар, менің арнамда 1210 подписчик болған. Уже 10 подписчик менен отписка жасады достар. Бұл не үшін? Мен видеоларым әлде қызықсыз ма достар? Комментарийға жазып кетіңдер егер қызықсыз болса қызықсыз деп, қызықты болса қызықты жазып кетіңдер достар. Сіздерге сенемін. Және просмотрды көп жинау керек достар. Сіздермен болған мен Лордбек арнасы. Келесі кездескенше тілім көрмей қалмай кішкене режиміңіздер. Ал келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.